Ассалаумағалейкум достар, YouTube каналымызда бокс жаңалықтары. Сербия әлем біріншілігі кеше ширек финалдық сайыстар өтті. Көптеген көрермендеріміз неге кеше шықпадыңыз деп жатыр. Кеше жолда болдым, үлгере алмадым. Бүгін енді қысқаша тоқталып өтейін. Негізі 10 боксшымыз қатысты. Басқа елдерге қарағанда біздің боксшыларымыз көп болды. Қысқа нұсқа 48 келі Теміртас Жүсіпов өзінің қарсыласы Азия чемпионы өзбекстандық Надыржан Мырзахметовті айқын басымдықпен жеңді. 54 келіде біздің бір ерекше боксшымыз көзіміз тимесін. Сабырхан Махмуд бразилиялық қарсыласы Тринидадты ойнап жүріп жеңді. Негізі Тринидадтан көбіміз қорыққанбыз, бірақ дегенмен Сабырхан оны былайша айтқанда шығын көрмеді. 60 келі Саматәлі Төлтаев франциялық қарсыласына жеңілді. Бұл жерде енді Саматәлі алға көп жүрді, барын салды, бірақ енді франциялық Умиха деген боксшы, бұл өте тәжірибелі боксшы, жүлде атанған, өзінің дистанциясын ұстап, қолының ұзындығын сәтті пайдаланып жеңіске жетті. Абылайхан Жүсіпов моңғолиялық Батыр Суқты әдемі өтті, ешқандай мәселе болмады. 75 келі Нұрғанат Райс италиялық Сальватор Кавалерадан жеңіліп қалды, есеп 3-2. Бұл жерде Нұрғанатты жеңілді деп айта алмаймыз, аса басымдықпен жеңді деп айта алмаймыз. Бұл жерде сұрақ туындады, бірақ кеше түнде естігеніміз осы Нұрғанатқа байланысты апелляциялық шағым түсірген деген, бірақ енді әзірге жаңалық жоқ. Соған қарағанда осы нәтиже қалған сияқты. Кешкі сессия Сәкен Бибосынов, Юберхен Мартинес Колумбия. Сәкен ұтты. Ойындап қалғанымыз екінші раундта ескерту алып, бір пайын алып тастап, сол кезде тең болып тұрды. Бірақ осыны естіп, Сәкен үшінші раундта өзінің қарқынын жоғалтпады. Бір басқаша стильмен бокстасты, әдемі. Тағы да тіл көзіміз тасқа, бұйыртса финалға шейін баруға тиіс. 57 келі Серік Теміржан. Бұл жігітті бәріміз осы олимпиадалық ойын кезінде, Азия чемпионатында бір аса қатты ішіміз жылыған жоқ еді бұның қимылына. Осы чемпионатта әдемі болып жатыр. Бір біздің болашақта осы чемпионатта ерекше көңіл бөлетін боксшыларымыздың бірі. Өзінің қарсыласы ресейлік Эдуард Савинге ешқандай мүмкіндік қалдырмады. Негізі бұра тартушылық бола ма деген уайым болған. Себебі осы чемпионатта ресейлік боксшыларға кішігірім жақтасып жатқан сияқты көрінді. Бір емес, 3 жекпе-жекті айта аламын. 63,5 келі Саматәлі Төлтаев шотландиялық Ритс Линчпен шықты. Менімше Саматәліден бұл жеңісті тартып алған сияқты көрінді. Негізі Саматәлі жеңген секілді. Менің ойымша көптеген көрермендер солай жазып та жатыр. Енді қолының ұзындығын пайдаланып, анау-мынау дейді, бірақ дегенмен Саматәлі басым болған секілді. Түнде апелляциялық шағым түсірді, жаңалық жоқ, сол күнде қалдырған секілді. 71 келі салмақ. 71 келі салмақ, кешірім сұраймын. Асланбек Шымбергенов бұл жігітке олимпиадаға барған жоқ, мүмкіндік берген жоқты, біраз әңгіме айтылды. Бірақ кешегі жас қарсыласы украиналық Захариевтен жеңіліс тапты. Негізі бірінші, екінші раундта Асланбектің соққылары дөп тиіп, көбірек тиген секілді көрінді. Бірақ украиналық жас боксшы, әлем чемпионы жастар арасында, Европа чемпионы күші мұғымдау көрінді, соққысы кәдімгі сезілді, тек алға жүрді. Сол симпатиямен алып кеткен секілді болды. Өкінішке қарай, енді Асланбектің да жасы 30-ға таяп қалды, не керегі бар деген әртүрлі әңгімелер болып жатыр. Бірақ әлде де болса Асланбектің болашағы алда. Бұл бастамасы, бұл Асланбектің алғашқы әлем біріншілігі. Сондықтан да алдағы жарыстарда тек сәттілік тілейміз. Біздің үміт артқан боксшыларымыздың бірі еді. Нұрбек Оралбай сербиялық боксшыдан жеңіліс тапты. Владимир Мирончиков деген. Бұл жігіт негізі ресейлік боксшы, бірақ Сербияның атынан түсіп жатыр.
кешірім сұрайын. Жалпы Сербияның атынан бірнеше ресейлік боксшы түсті. Енді алғашқы 2 раунд бойынша Нұрбекке жеңілді деп айта алмаймыз, бірақ дегенмен соңғы раундта сербиялық боксшының басымдығы айқындау болды. Негізі айта кететін жағдай, Сербияның бұл алғашқы жүлдесі екен, оның үстіне чемпионат Сербияда өтіп жатыр. Сондықтан сербтерді алғашқы медальмен құттықтаймыз. 10 боксшының 5-еуі жартылай финалға шықты. Жалпы жартылай финалға шыққан ең көп боксшылар бар құрамалар, олар Қазақстан 5, Ресей және Куба, ақш пен Таиланд 4-4, Әзірбайжан, Франция 3 боксшыдан, Өзбекстан мен Жапония 2 боксшы, Грузия, Беларусь 2 боксшы, қалғандары бір боксшыдан. Осы әлем біріншілігінде Сербия, Албания, Шотландия, Бельгия және Тринидад Тобаго деген алғашқы медальдарына ие болды. Жартылай финал туралы. Жартылай финалда бізде 5 боксшы шығады, кім-кіммен шығады. Бүгін ешқандай бокс болмайды, ертең болады, яғни 4 қараша күні Теміртас Жүсіпов беларустық Кармильчукпен кездеседі. Кармильчук өзінің қарсыласын ширек финалда нокаутпен жеңген болатын. Керемет, өте бойы шағындау, бірақ бір шалт қимылдайтын боксшы. Теміртасқа сенеміз. Сабырхан әйгілі Акаш Кумармен кездеседі, үндістандық. Сабырханда мәселе болмауға тиіс, сәттілік. Абылайхан осы чемпионаттағы бір ерекше бокстасып жатқан қарсыластарын ешқандай атақ даңқына қарамай жеңіп жатқан жапониялық Аказавамен кездеседі. Сәкен Бейбосынов тайландтық Занарат деген боксшымен шығады, және Серік Теміржанов Гарсия Кабалеро кубалық боксшымен шығады. Бұл боксшыны бұрын құрамада көп көрген жоқпыз. Дегенмен бұл чемпионаттағы біздің алғашқы кубалық қарсыласымыз. Мінекей осындай жағдай. Енді не айтайын, жалпы о баста осы ширек финалға 10 боксшының шыққан 10 боксшының жартылай финалға кемі бір 7-8 шығады деп ойлаған едік. Өкінішке орай ұйымдастырушыларға жалпы Аибаға біздің көп боксшымыздың шыққаны ұнамаған секілді. Мен өзім жеке ойым, бұған енді көрермендер қалай қарайтынын білмеймін. Енді Аибаның басшылығын кім екенін білесіздер. Жалпы Аиба халықаралық олимпиада комитеті негізі осы олимпиадалық ойындарға іріктеу сайыстарын өздерінің қолына алған себебі де осы шығар. Негізі ширек финалға шейін көп шешімдер дұрыс болып келіп еді. Кеше ширек финалда өкінішке қарай мысалы қырғызстандық боксшыдан алып қойды жаңағы жеңісін. Осындай тұстар болып жатыр. Сол кішкене көлеңке болып тұрған жағдайы бар. Енді жігіттерге сәттілік. Негізі алтын болуға тиіс, бір емес кемі 3 алтын болуға тиіс менің ойымша. Егер 3 алтын болып жатса, онда жоспардың орындалғаны. Жалпы құрама ұнады. Әлде де бір 3-4 салмақта ойлану керек. Ол енді алдағы ел біріншілігіден, басқа да турнирлерден іріктеліп жатар. Бапкерлерге мың алғыс. Осы бағытта жұмыс жасаңыздар. Жалпы қолдау өте жақсы өтіп жатыр. Қымбатты көрермен, алдағы уақытта біздер тікелей эфирге шығамыз деп жоспарлап отырмыз. Ол жерде нақты әр боксшы, әр кездесу туралы талқылайтын боламыз. Қатысыңыздар, пікір білдіріңіздер, лайк басыңыздар, достарыңызды шақырыңыздар. Сонымен қатар желтоқсан айынан бастап, желтоқсан емес, осы қараша айының ортасынан бастап біздер сұхбат ала бастаймыз. Қай боксшыдан сұхбат алғанды қалайсыздар, оны да жазыңыздар, пікір білдіріңіздер. Бір-бірімізді әрқашан қолдап отырайық. Боксшыларға тек қана сәттілік.